Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледж оқытушысы Садыкова Арайлым Ербосыновна. Пәні сәндік сурет, тақырыбы коллекцияның стильдік ерекшелігін анықтау. Мақсаты білім алушыларға коллекция ұғымын және киім үлгісінде кездесетін стиль түрлеріне анықтама беру және сән, киім формасы, киім стильдері бойынша алынған білімді жүйелеу. Міндеті оқушылардың өздерін өздері оқыту арқылы білім беруге ықпал жасау, сыни тұрғыдан ойлау процестері арқылы әр баланы қамтуға жағдай жасау. Өткен сабақтарда еске түсіретін болсақ, сызба тұрғызу үшін ең алдымен нені тұрғызамыз балалар? Ең алдымен жазықтық сызығын тұрғызамыз, Келесі, табиғат әлемінде кездесетін түстерді екі топқа бөлеміз. Ол қандай түстер деп ойлайсыздар? Жылы және суық түстер. Келесі, хроматикалық түстерді атаймыз. Қызыл, сары, көк, жасыл түстер екен, Киім сәнгері ол кім? Киім үлгілерін құрастырушы дизайнерді айтамыз, Анималистік жанр дегеніміз аңдардың, жануарлардың бейнесін салу. Перспективаның түрлерін атаймыз. Жазықтық, ауа, сызықтық, жарық, көлеңке. Киім қандай міндет атқару керек? Яғни үстіміздегі киіп жүрген киіміміз қандай міндет атқару керек біздерге? Эксплуатациялық, экономикалық, гигиеналық, эстетикалық, Келесі, біз өткен сабағымызда осындай түстерге тоқталдық, Ахроматикалық және хроматикалық түстерге. Ахроматикалық түстер ақ, сұр, қара түстер жатады дедік, Хроматикалық түстерге түстер спектрінің ең жылы жағы кіреді дедік, яғни олар сары, қызыл, жасыл, көк түстер, Келесі, киім силуеттеріне тоқталамыз. Киім силуеттері 4 топқа бөлінеді, Олар овалды, үшбұрыш, трапеция, төртбұрыш. Яғни мына картинада көрсетілген қара графикалық үлгіде көрсетілген киім үлгілеріне қарасаңыздар, овалды, үшбұрышты, трапеция, төртбұрыш киім үлгілерінің сыртқы бейнесінің, яғни алыстан көрсетілген бейнесінің көрінісі деп атауға болады, Яғни осы киім силуетінің 4 түріне тоқталатын болсақ, трапеция силуеті иық сызығына немесе дене түрінің барлық түріне жарасады. Тік силуетті киім тік бұрышты трапеция киім үлгісі деп атаймыз. Яғни мына картинада көрсетілген трапеция киім үлгілерін біздер киюімізге болады, Келесі, тік төртбұрышты киім үлгісі. Киім үлгісі қай жерде кездеседі? Біздің сырт киімдерімізде де кездеседі, трапеция үлгісі сияқты. Тік силует дене түрінің барлық түріне жарасады. Тік силуетті киім тік бұрышты болып келеді. Келесі, үшінші силуетіміз үш бұрышты киім силуеті, яғни қынамалы бел силуеті, иық сызығы, бойын, етегінің кеңдігі мен белінің жинақталуымен ерекшеленіп келеді, Яғни белі қынамалы киім үлгілерін біз үшбұрышты киім силуеті деп атаймыз, Келесі, овалды киім үлгілері. Овалды киім үлгілерінде біз сырт киімдерде, яғни сборка дейміз ғой, киім үлгілерінде кездесетін қатпарлар арқылы біз киім үлгілерін жасай аламыз, Оны біз овалды силует деп атаймыз. Овалды силует иық сызығынан етек сызығы арасын шеңбер тәріздес болуымен ерекшеленіп тұрады екен. Келесі, бүгінгі жаңа сабағымызға тоқталамыз. Бүгінгі сабақта киім стилі және коллекция ұғымына шолу жасаймыз. Сән қалай пайда болды? Сән адамзат баласы пайда болғаннан бастап пайда болды. Айтатын болсақ, адамзат баласы ең алдымен жапырақ, аңдардың терісі және тағы басқа жамылғыларды қолданды, Әлемдегі әртүрлі елдердің дәстүрлі халықтық костюм үлгілері,
қазіргі де сән жасаушылары үшін шығармашылық жаңалықтардың негізгі бастауы болып отыр және қандай жағдай болмасын арналып тігілген киімдердің бәрінен де өзінің нақты көрінісін табуда. Қазіргі кезде кез келген адамның өз қалауынша сәнді киінуіне мүмкіншілігі бар. Тіге білетін және сәнге қызыққан адам өзіне ыңғайлы және сәнді бұйым таңдап кие алады. Келесі, киім үлгілерінің құрылымына тоқталамыз. Екі түрге бөлеміз, күнделікті киетін тұрмыстық киім және үй киімі деп киім құрылымын бөлеміз. Біріншісі, күнделікті киетін киімдерге қызметтік киім, серуендік киім, арнаулы киім түрлері жатады екен. Келесі, үй киімдеріне демалыс күндері киетін, үй шаруашылығына киетін киім, сәнді үй киімдері кіреді екен. Енді ой шақырту стратегиясына тоқталамыз. Стиль түрлері бар, біздің бүгінгі өтетін сабағымызда классикалық, спорттық, романтикалық, фольклорлық стиль түрлері. Яғни осы стиль түрлерінің 4 түріне тоқталатын болсақ, классикалық стильге қатал, іскер, сәнді киіну жатады. Салыстырмалы түрде тұрақты, сән әлеміндегі өзгерістерге онша беріле бермейтін барлық киім түрлері кіреді. Классикалық киімне жеңді көйлек, жекеті мен белдемше кіреді. Қазіргі кезде классикалық киімдер аясы ерлер үшін де, әйелдер үшін де трикотаж, күртешелердің ештеңеге міндеттелмейтін еркін түрлерінің енуіне байланысты біршама кеңеюде. Ерлердің классикалық киімдеріне костюм шалбар немесе тек шалбардың өзі, жакет, костюм, ағылшын пальтосы кіреді. Яғни классикалық стиль іскерлік стиль деп те атауымызға болады. Ол қимыл қозғалысқа кедергі келтірмейтін, ыңғайлы, нәзік, реңкті киім үлгілерін жатқызамыз. Яғни төменде көрсетілген киім үлгілеріне мән беріп қарасаңыздар болады. Бұл жұмыс киім үлгілерінің түрлері. Келесі, спорттық стиль. Демалыста, спортпен айналысқанда, саяхатқа шыққанда киюге ыңғайлы киімдер. Спорттық киімдер ассортименттері күртеше, жейде, әртүрлі ұзындықтағы және әртүрлі әрленген белдемшелер, комбинезондар, джинсы киімдер кіреді. Бұл стильдегі киімдер түйме, батырма, сыдырма түймелердің әртүрлі әлеу тігімдерінің бөлшектердің дәл және тартымды орналасуымен ерекшеленеді. Яғни мына суретте көрсетілген киім үлгілерін жатқызамыз. Келесі, романтикалық стильге тоқталатын болсақ, біз романтикалық стильдегі киім үлгілерін қай жерге киіп барамыз? Әрине, кешкі, сән, мерекелік жиындарға киіп барамыз, әдемілік, ерекшелік, сүйкімділік, нәзіктік әдеттегіден тыс бөліп көрсетеді. Романтикалық стильдің ерекшелігі қатпарлар, желбіреушілер, шілтерлер, банттар, желбіршектер жиынтығынан тұрады. Мына төмендегі киім үлгілеріне қарап мән берсеңіздер болады. Келесі, фольклорлық стиль түрі, ұлттық сипаттағы осы заманғы киім үлгілері. Бұл стиль ұлттық ою-өрнектер, кестелер, қол жұмысының көптеген элементтері, жоғары технологиялық әдістер кеңінен пайдаланылады. Фольклорлық стильді көбіне кантри стиль деп те атайды. Яғни ұлттық киім үлгілерін әр ұлттың өзіне тән ерекшелігі бар ұлттық киім үлгілері бар. Яғни бұл үлгілерді біз фольклорлық немесе кантри стиль деп атайды екенбіз. Мына төмендегі киім үлгілеріне қарасаңыздар болады. Келесі, бүгінгі тақырып бойынша мағынаны тану әдісіне тоқталамыз. Стиль түрлері. Бұл жерде стиль түрлерін орындарын ауыстырып көрсетілген, яғни мына
көрсетілген стрелкалар арқылы әр киімді өз орнына апарып орналастырамыз. Классикалық, спорттық, романтикалық, фольклорлық киім үлгілерін осылай стрелка арқылы өз орындарына апарамыз. Келесі, коллекция. Бүгінгі жаңа тақырыбымыздың ішінде стиль түрлерімен бірге коллекция ұғымына тоқталамыз. Коллекция дегеніміз жалпы не? Ол латын тілінен аударғанда жиынтық деген мағынаны білдіреді. Коллекцияда аяқ киім коллекциясы деп, зергерлік бұйым коллекциясы деп, интерьер бұйымдар коллекциясы деп, және тағы басқа бұйымдар коллекциясы деп атауға болады. Коллекцияның түрлері өте көп. Соның ішінде бүгінгі біздің өтіп атқанымыз киім үлгілерінің коллекциясы. Киім үлгілерінің коллекциясы дегеніміз пайдаланылған материалдар туралы жалпы түсінікке ие киім үлгілерінің топтамасы. Стиль шешімдерінің негізін құрайтын авторлық киім үлгілері. Коллекциялау бір жүйеге келтіруді, материалды дайындап сақтауды, оларды мәдени ағарту және оқу тәрбиесі мақсаттарына пайдалануды көздейді. Киімді сәндеу, үлгілеу, ол жаңа сән коллекциясын жасаудағы шығармашылық процесс. Үлгіні зерттеу, фасондық түзулер жүргізу. Бұл жұмыс ең алдымен оны кім және қандай мақсатқа киетінін, қандай материалдардан тігілетінін анықтаудан басталады. Матаның түрі мен түсі тігілер киімнің үлгісіне және конструкциясына, яғни пішіміне байланысты таңдалып алынады. Киім үлгілеу деп киімнің үлгісін жасап, матаны сол үлгі бойынша пішіп, тігіп шығаруды айтамыз. Киім үлгісін жасарда үлгіні суретке, әдетте оны адам денесіне қонымды болуын, киілетін орны мен тігілетін өндірісінің ерекшеліктерін ескеру өте маңызды. Бұл көрсетілген киім үлгілері классикалық стиліндегі киім үлгілері. Қимыл қозғалысқа еркін тігілген образды киім коллекциясы. Классикалық стилдегі киім үлгілері. Яғни бұл жерде бір тақырыпта матасы қолданылған материалдары да бірдей тақырыпта, бірдей образда конструкциялық ерекшеліктермен, өз ерекшеліктермен анықталатын классикалық стиліндегі образды коллекция киім үлгісі. Келесі, ұлттық авангард стиліндегі коллекция түрі. Бұл жердегі коллекцияға мән берсеңіздер, тақырыптан ауытқымаған, яғни жоғарыда айтып өткенімдегіміздей, ұлттық фольклорлық стилдегідей түрлі ою-өрнектермен, зергерлік бұйымдармен және де түрлі безендіру жолдарымен, конструкциялық пішілу жолдарымен ерекшеленетін ұлттық авангард стиліндегі коллекция. Спорттық стиліндегі коллекция. Бұл спорттық стиліндегі коллекция түрі жоғарыда айтып өткеніміздей серуенге, спорт түрлеріне қатысқанда киінетін киім үлгілерінің коллекциясы. Енді тапсырмасына тоқталамыз. Бүгінгі тақырыпта стильдерге тоқталдық. Сол стильдер ішіндегі фольклорлық стильді таңдап алып, коллекция құрастырамыз. Коллекция фольклорлық стильде 3 немесе 5 жаңа киім жиынтығы топтамасын жасаймыз. Мысалы, мына төменде көрсетіліп қойған картиналарға, киім коллекцияларына, ұлттық фольклорлық киім үлгілеріне қарап салсаңыздар болады. Бұл жерде авангард стиліндегі ұлттық киім үлгілері. Осындай эскиздер салуға үй тапсырмаңыз.